Біз болашақтан көп нәрсені күтеміз. Марсқа ұшу, барлық аурудың емін табу, ұшатын көліктер және тағы да басқа нәрселер біз тірі кезде болуы мүмкін. Бірақ біз ажалсыз емеспіз. Сондықтан болашақта болатын көп нәрсені ешқайсымыз көре алмаймыз. Бүгінгі шығарылымда біз ешқашан көре алмайтын, болашақта болатын 5 оқиға туралы айтатын боламыз. Шамамен миллион жылдан кейін Бетельгейз бен Этакерия жұлдыздары жарылады да екіге бөлініп жаңа жұлдыздар пайда болады. Мұның бәрін жер бетінен адамдар өз көзімен көруге болады. Ғалымдардың пікірінше, жарылыстан кейін бір апта бойы жердегі тұрғындар үшін біздің жүйеде тағы 2 күн пайда болған секілді болады. Ғаламшарымыздың ең әдемі жерлерінің бірі Ниагара сарқырамасында. Сарқырама водопад. Жыл сайын су мөлшері азайып келеді. Есептеулер бойынша 52 мың жылдан кейін Ниагара өзенінің суы азаятыны соншалық, бүкіл әлем туристердің назарын өзіне аударған алып сарқыраманың ізі де қалмайды. Германиядағы уақыт пирамидасының құрылысы 1993 жылы басталған болатын. Ол 1200 жылдық мерейтойға арналған. Жоспар бойынша әр 10 жыл сайын пирамиданың бір блогы орнатылады. Бүгінгі таңда пирамиданың 3 блогы ғана орнатылған. Соңғы блок 2013 жылы қойылған болатын. Осылайша 120 блоктан тұратын пирамида құрылысы 3193 жылы аяқталуы керек. Пирамиданың адамзатқа берер ұғымы 1200 жылдың ұзақтығы мен маңыздылығын көрсету болып табылады. Жер серігі Ай жыл сайын біздің ғаламшарымыздан 1 сантиметрге алшақтап барады. Ерте ме, кеш пе, Ай біз үшін бұрынғыдан да әлде қайда кішірек болып көрінетін болады. Бұл дегеніміз 600 миллион жылдан кейін күннің тұтылуы деген нәрсе болмайды. Себебі Ай жерден алыстайтын соншалық күнді толығымен жауып тастай алмайтын болады. Чернобыль электростанциясындағы апат 1986 жылы орын алды. Апаттан кейін АЭС айналасында, оның ішінде Припять, Чернобыль және тағы да басқа аумақтарды мекендеу өмірге қауіп төндіретін болды. Бүгінгі күнге дейін радиация дозасының жоғарылығы соншалық, аз уақыт инфекция аумағында болған адам өз өмірін қатерге тігеді. Жарылыс салдарынан пайда болған радиацияның ыдырау мерзімінің ұзақтығы соншалық, Чернобыль 5 емес, 10 емес, тек 22 мың жылдан кейін ғана қауіпсіз болады. Адам өмірімен салыстырғанда бұл тым ұзақ мерзім. Бүгінге осы достар, егер сіздерге бұл шығарылым ұнаған болса, лайк басып каналға жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, келесі шығарылымда кездескенше достар.